Қайырлы достар, қалайсыңдар? Сағат деген бізде 6:30 болды. Ұйқыдан жаңа тұрдым. Кім бүгін ерте тұрды? Лайк басып кет. Ал мен қазір завтрак ішіп аламын. Бүгін бізде, в общем, влог болады. Сіздер өздеріңіз голосовать еткендегідей жетім кісіге тамақ беру деген сияқты. Сол. Қазір мен завтрак ішіп аламын. Бүгінгі күнді полностью түсіремін. Мен не істедім, қалай адамды іздеймін қазір. Сол жетім кісіні өзім білмеймін қалай іздейтінімді. Но сендер голосовать еттіңдер, сендер осы видеоны көргілеріңіз келеді, значит, сіздер үшін мен осыны істеймін. Ал енді кеттік. Алысап бардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдабысың досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса дауыл, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым, досым. Достар, кімдер тамақ жеп жатыр? Ас болсын. Біз де кеттік тамақ жеп, YouTube қарап. Достар, сағат деген 7:30 болды. Кім білмейді, айтып кетейін, мен қазір оқып отырмын. Бір программа бойынша, не так важно. Сағат 8:30-нан бастап 5:30-ға дейін сабақ болады, короче. И күн сайын солай. Қазір бізде карантин болғандықтан біз, точнее мен, үйде дистанционно оқып жатырмын. 8:30 мен 5:30-ға дейін мен конкретно бос емеспін. Қалған уақыттарда маған еще 1,5 сағат дайындалу керек, там сабақ оқу керек, қайталап жүру керек. И құттай бір 3-4 сағат қалады ғой, сол уақыттарда мен сізге үлгеріп видео түсіріп жатырмын, короче. Сол үшін, я думаю, респектос, лайктарын басып жіберіңдер. Ең бастысы ұмытып кеттім ғой итке тамақ беруге. Мынау біздің иттің тамағы, короче, осылай отдельно істеп қоямыз. Итке тамақ берейік. Кім бароны көптен көрген жоқ, қазір бароны көріп кетесіңдер. Асыратын қолдабысың досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса дауыл, мен үшін болып кеткен туған. Қарны ашып қалған ғой. Ёп, твою душу. Не ішесің енді? Тормыз. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім, тоңайғанда тауып берер әр себебін, сырласуға маған тек сен керегі досым. Заманында өзіміздің шығарайықшы 15 минут. Шыққым келіп бадыр ма? Так, су құю керек біз енді мына итке. Достар, алдағы уақытта, короче, егер де сіздер мына баронды бір қызбен кездестіргенін қаласаңдар, ит қызбен енді, сучка дейді ғой, сонымен қаласаңдар, осы видеоға лайк басып жіберіңдер. И мен сендерге подробно көрсетемін. Бірінші встречасын, вообще өмірде ит көрмеген әлі. Қандай реакция болады итте, ол итте қандай реакция болады, бұл итте қандай реакция болады. Сол егер де қарағыларын келсеңіз, комментарий жазып, осы видеоға лайк басып жіберіңдер. Соңғы сообществома өзімнің опрос дегенмін, қандай видео түсірейін деп. Өздерін көріп тұрсыңдар, мына жерге шығарып қояйын. Бірталай адамның почти бәрі жетімге тамақ беру дегенді алған. И енді мен сендер үшін сол видеоны түсірейін деп, үйде жатып, кеш батқанда ұйықтардың алдында история қарап аттым инстаграмнан. И Жанабылов дейтін блогерлар білетін шығарсыңдар, семейный блогер. Соның несінен аттым осы историясына. И ол, короче, недавно енді жолдас босанған, 1001 роз берді, 1001 розаларды потом ол таратты. Молодец, красавчик. И помимо этого, жаңа инвалидтер үйіне барып, жаңағы бір продуктлар алып, розалар алып барған. И маған сол жерде несін алып қалып, бір речі, короче, таратқаннан кейін. И именно сол уақытта түсірген жоқ та, таратқанын бәрін көрсетті, розаларды халыққа настроение көтеріп. Инвалидтерге таратқанын ол көрсеткен жоқ. Сол кезде сосын бүйтіп айтып отыр, типа, мен тараттым, мен никогда көрсеткен жоқпын, и көрсетпеймін де, короче. Ол типа құтыратын зат емес дейді да. Сосын мен ойладым, короче, натуре это сол речігам тиіп кетті, и мен ойладым, короче, ладно, мен де түсірмеймін, это, блядь, низко, короче, жизнь для контента. Біреуге, жетіспейтін біреуге барып, тамақ беріп, да, действительно, и соны еще, типа, выебаться етіп тұрып, типа, видеоға түсірген. Бүйтіп ойладым да, потом бүйтіп айттым өзіме. Раз опрос был, сендер осы видеоны көргілерің келеді. Потом мен ойлаймын, сол видео арқылы, осы видеоларды көріп, мен түсірген бір-екі адамдар көріп, может, біреуге тиіп кетіп, типа, біреуге пример олар сол кісіде сөйтіп, мысалы, жағдай жоқтарға, мысалы, тамақ беріп, киім беріп, сөйтіп істерде ойладым да. Сосын ойладым, давайте мен түсірейін, короче. И сізге де видео, и жұртқа да пример.
А так Жанабулов красавчик. Домой. Все, давай, салам алейкум. Все, до завтра. Есть вопросы? Туран же рассказал уже все про этот, да? Так, в общем, сағат деген бізде 5:30 болды. И салам алейкум, достар. Достар, короче, сабақ бітті. В общем, ол мен сабақта киіп отқан очкиім. Потому что мен очкиім мына нелерім кішкентайлар сындырып тастады, мына құлағына киетін. И пришлось вот так импровизировать, короче. Без очков енді отырмайсың ғой, да. Татау ана көздерінің жерлерінің бәрі уже. Достар, в общем, біз қазір надо будет придумать бір посуд тауып алу керек. Білмеймін енді мен ана қазір көшеден бір мен жетім дедім, ол жетім деген әкесі жоқ, әке шешесі жоқ адам ғой. Мен қазір жетімді қаяқтан табатынын білмеймін, ондай каналдарым жоқ енді. Көреміз енді не шығатынын. Бірінші қазір мен барып бір киім қарап жүрейінші, может, оған по-любому киім керек қой оларда. Мен өзімде киім жоқ, оларда тем более киім жоқ. Кеттік, қарайық киімдер. Что собираешься готовить? Пожалуйста, не снимай. Жоқ, сен бетін түсіріп отқан жоқпын ба? Не тамақ дайындайсың? Чебуреки и капусту потушу. Чебуреки и капусту? Тушеную капустную чебурека, да? В принципе, неплохо, вкусно будет. Так, достар, в общем, чебурек мен тушеный капустаны ужинға апарып беретін боламыз. Енді білмеймін қазір кімге беретінін даже. Разведке шығамыз ғой қазір. Ал енді киімдер қарап кетейік, керек емес. Короче, достар, вот керек емес киімдерімді қарап тастадым мында. Трикошка әйтеуір, нормально это. Майка, футболка. Ну, короче, 4 футболка мен бір трико берем. Қазір, в общем, жазға. Жазда ең нағыз керек киімдер деп ойлаймын. Маған керек емес, зато оларға маш пайдасы болып қалар. И на десерт ем оларға, короче. Мен өзім шоколад жемеймін негізі. Қалып қойған шоколад бар еді, но мерси, короче. Самый нормальный шоколад. Осыны беріп, кішкене қуандырып жіберейік. Бірақ білмеймін әзір кім екен. Короче, достар, в общем, ана мені тамақ бітпей ужинда дайын тамақты алып барайын тұрмын. Акрачкамен тамақ, міне қасығы, вилксы, в общем, ана ішінде бар. Мынаны саламын да. Киімдерді бірге аламын да, алып барамын қарас, короче. Кеттік. Так, достар, міне мен шықтым, короче, қолымда пакет. Мен вообще непривычно бар ғой, мен көшеде өз-өзім түсіргенге аламын, короче, непривычно. Адам жатса камераны тықпай беремін ғой, короче. Не қайдан білсің, ойлайды ғой, мен видео өспен сөйлесіп жатырды да. Так, алда ешкім жоқ. Адамдар кетір. Короче, спрячу пока что камеру. Маған да бір ойыншық сияқты қылып отырмын ғой осыны. На самом деле, баяғыдан істегім келіп жүрген. И видеоға түспей талай істегендерім де бар. Қалтамда лишний тиын болса, всегда тастап кетемін. Білмеймін, надеюсь, понравится. Оларға ұнайды деп ойлаймын, кішкене қуанып кетеді. Оларда енді адам ғой, біреудің баласы ғой. Бір өмірдің қиын жағдайлары болып, оларды сондай неге түсіп кетті ғой, сондай жағдайға. Кім біледі оны, не оған? Білмеймін, сұрауға да ұят, неге онда болып кеттің деп, не айтатынын да білмеймін. Так, алда адамдар кетір қайтып, беспалево камераны алып тастайық. Ма, прикинь, жоқ қой вообще көшеде, вообще жоқ. Қайда болуы мүмкін? И сосын олар жүрсе де жалғыз адам болып жүрмейді ғой, да? Толпой жүреді ғой. И мен ойлап тұрмын да, қазір мұнда тек қана бір адамға да, тек порция. И киімде, в принципе, бір адамға арасынан біреуін таңдап аламын ба, қалай істейтін білмеймін даже. Шақырып алып жарым, мұнда келші деп, типа, әңгіме айтып жүрейік деп білмеймін даже. Честно, понять не имею. Но пока в поисках, еще пешком, еще жара, еще киініп алдым былайына. Джинсы. Көлеңкеде кетім әйтеуір бір жақсы қазір. Араламаған жерлерім жоқ бар ғой, бүкіл магазин, супермаркет. Базар жақта болдым. Жоқ вообще ешкім, жоқ. Короче, мен деген, таба алмадым, натуре бар ғой. Әне артта адамдар тұр, короче, ішіп отқан адамдар. По-любому оның арасындағы біреудің қарны ашып отыр да, и киімде керек сияқты енді. Енді жақындау керек, енді как-нибудь. Айту керек, шақырып аламын арасындағы біреу қазір. Кеттік ал. Беріп тұрса не, жүре бермеймін ғой енді былай. Шоколад жейсің ба? Қызыға берге өшешің.
Дерзкий шоколад негізі. Есім кім? Жақсыбай болады атын. Айтамын жақсы көреді. Короче, сосын не? Киім. Ну, короче, мына шалбар. Қазір күн ыссы ғой. Саған не? Футболкалар мында, короче. Майка, футболка. Таза. Иә, іші. Таза бәрі жуылған, короче. Бәрін жуып қойдым, короче. Ана тамақ тұтылған, сосын не? Жаңа не? Киімдер сол еркек бір бала болса кішкене. Мен жаңа ана неден алдым ау. Болашақ жастардан алдым. Берема тоже киім? Ана иінді айтасың. Иінді айтасың. А сендер учетта тұрасың ба сонда? Учет жетімсің ба? Менде не, короче, YouTube не екенін білесің ғой? YouTube'та менде канал бар, короче. Сөйтіп не зат мен өзім, короче, аштым, сөйтіп көмектесуге. Если что, сенің сояққа не істейін ба? Иә. Иінді айтайын ба саған? Иінді дегенде сен, короче, не болды саған оқиғанды айтып бересің. И, короче, сен ақсайдасың ғой? Мен сен көріп жүрмін. Короче, мен өзім Каспий Голдыма тиын салдыртам, короче. И сосын дейін сендірген қолға ақша беруге ренжімейін, бере алмаймын қолға. Ішіп қоясыңдар по-любому. Хотя бы киім, тамақ, азынша енді кішкене. Жиналса жиналады, жиналмаса да енді өзім қалтамнан көмектесіп жіберемін ғой, короче, сондай не. Өзің сен мен ашығын деп тұрсың. Иә, менде бар уже, иә, каналым. Уже, иә, 2000-ға жуық почти оқырманым бар, короче. И сөйтіп көмектеседі енді балдар. Қаңғып жүргенде. Иә. Жетімдерге, қаңғып жүргендерге. Сен қалай тауып? Сотка жоқ па сенде? Сотка жоқ шығар енді. Қалай табам дегенде жазып жіберсек қарсы болмайсың ба? Енді сен просто жазып жіберді дегенде просто қай жылғысың, есімін, не жағдай болып қалды вообще просто айтып жіберуге. Жоқ, кейбірлер просто айтқысы келмейді енді, айтпайын десең, сен айтпай-ақ қойын, бетіңді көрсетпей-ақ қойын енді. Егер көмек керек болар десең, ана көмектесетіндер көмектеседі ғой енді. Сені қалай табылып? Сен өзің нөмірін жаз. Сен 10-да тұрмайсың ба да? Сен алдында кездестірген кезде алдында мен саған тамақ алып бердім ғой. Сол кезде так, 10-ші микрорайон. Так, мен жазып алсам қарсы алмайсың ба да? Телефон қалғанда, а? 10. Так, короче, салам алейкум, құрметті оқырмандар. Короче, вот бауырды кездестірдім. Есім кім ба? Ассалаумалейкум. Жақсыбай айтып кеттім ғой. Дандыбаев. Қай жылсың? Аржанович. 10-09. 1990 жылы. 90 жылға боласың ба? Сол, короче, достар, жетім боласың да? Қаңғып жүрмін, көшедемін. Адресін жаңа айттың ғой енді маған. 10-шы ықшам ауданы. 10-ші микрорайон. Қазақша айтшы, 10-шы ықшам ауданы. 20-шы пәтер. Қазақша сөйлеймін, қазақ. Базар жоқ. Менде де қазақша канал негізі, қазақша арна. Сол енді адресін мен сен жазып алдым. Ну, енді Каспий Голдқа өзім номерін жазып кетем, көмектесетіндер көмектеседі, азынша енді көмектеспесе өзім келіп. Қаңғып жүрмін, мына. Үйіне келіп әкеліп тастасам, видеолар береді ғой, жеткізеді ғой өзіне де, саған да. Білмеймін, оны жеткізе ме маған жеткізе. Жоқ, енді киім, тамақ алып келсең енді жеткізеді шығар енді по-любому. Киім мен Үйде қонып жүрсің ғой өзің сол адреста да? жоқ. Қайда қонып жүрсің? Көшеде мына осындай жерлерде қонамын. Міне. Осындай шөптің арасында қонып қаламын. А че, не жағдай болып қалды вообще өзінде? Неге бүйтіп не істеп кеттің? Арақ па бәрі? Арақ емес. Ұрысып қалдым болды. Сонымен кетіп қалдым. Арақ түсіріш тұрды. Ұрысып қалдым. Жоқ, мен просто мына балдарға, жас балдарда қарайтын. Жас балдар бар, сол қайталанбасын деп, енді не зат вообще, именно причинасы енді. Неге ұрысып қалып, мысалы, кейбірлер жұмыс істеп кетеді и так далее, да? Сен енді ішімдік болды ма, енді по-любому? Ішімдік енді басында ішімдік болды. Сол мойындаймын. Мына көрсетші. Иә. Ішімдік болды басында. Одан кейін ішімдіктен кейін Енді қайыр сұрап кеттім. жастарға айтатын просто ішпеу деусің ғой да? Самое главное ішпеу керек болсын ғой. Ішпеңдер, ішімдік
міне осындай жағдай қалып барады. Көріп тұрсың, тамақ сұрап жүрмін, ақша сұраймын, қайыр сұраймын, бірақ мен сіздерге жастар ұрлыққа бармаңдар. Ұрлық алыс қалып бармайды. Өзің отырдың ба былай түрмеде? Жоқ, отырған жоқ. Иә, ұрлыққа конечно. Ұрлыққа бармаңдар. Ұрлық жаман. Көрдім, таяқ жедімде түнде келатам, ұрып кетеді жастар. Клейістейді, көріп жүрмін. Шөп шегеді, наша шегеді, ұрып кетеді. Мен таяқ жеп аламын да, бірақ тұрам. Таңертең тұрам, айтып, Алланың несі бар ғой. Тұрам сол өзі. Кісініп атам, үйтем. Өзімен өзім тұрам, айтып, Алла өзі оятатын болып тұр ғой. Тұр. Мен шығам, айтып, бісмілләйімді айтам. 3 рет айтыңдар, бісмілләй. 3 рет айтыңдар. Сол енді саған кім ас болсын, киімді киіп ал, футболкалар киіп аларсың, таза киім. Енді келесте соқып кетем, енді қай уақытта екенін білмеймін да, енді келесте саған соқып кетіп, енді Мен сендерге айтайын, көрермендерімсіңдер, жастарсыңдар. Арақ, вино, пиво, ол шайтан ісі. Көріп отырмын мұны, қиындығында, жамандығында, жақсылығында көріп отырмын. Үлкен кісілер оятады. Тұр, скорый шақырайық, анау деп. Скорый деген медбике ғой онда. Жақсылық қалып бармайды екен. Міне, мен мына кісі алып атқан жоқ. Мен өзім шындығымды айтып отырмын. Өмірде көріп отырмын. Шындығымды айтып отырмын. Мынаны ұстайын. Енді. сөп, кейін алдағы келем ғой енді. Бірақ білмеймін. Қазір мына оң жақ, мына жағым құрсып қалады. Кеш емес, одан арғын больництен бір шықтым. Больництен. Алып кетті больництен. Давление дейді. Тамақ ішпегенсің дейді. Арақ ішкен жерде тамақ жүрмейді екен, ауырып жатқан. Бұлай вообще үкімет көмектесіп жатыр ма вообще жалпы? Ал, Үкімет көмектесіп жатыр, жаңа айтып жатсың ғой, киім беріп жатыр деп, үкімет көмектесе ма бұлай? бұлай көмектеседі мынау. Мынау, мен барам, киім мынаны алдым. Болашақ жастар, сол көмектесіп. Базар жоқ, тамақ бере ма? Тамақта бермейді. Тамақтай мен мешіттен алам, сосын цирктен алам. Тамақ. Цирктен алам. Цирк. Орыстардың мешіт, олар береді. Сосын мешіт береді. Нандай болса да береді. Судай болса да береді. Сосын жуынып алам. Дәртханасына алам, душтар бар. Жуынып алам. Қаяқ сұрап жүрмін ғой. Все, енді уақытында алмақ қойын. Алдағы уақытта келем, кездескенше. Хорошо? Ас болсын, абай бол, дені сау болсын, ішпейін. Хорошо. Достар, өздерің көріп тұрсыңдар ғой енді. Жетім болып шықты, как будто Алла Тағала деген әдейі осыны алдын алып берген сияқты, именно прям действительно нуждаться тұр, қарны ашып тұр, еще өзі де жетім болып шықты, короче. Че? Өзі де еще жетім болып шықты, короче. Кім көмектескісі келеді, короче, мне Каспийдің номері, если что, 100 теңге болсын, 150 теңге болсын, салып жіберіңдер. Енді бұйыртса бір аптадан кейін жаңа адресын айтты ғой, сол адреске барып. Сендер тыйын салсаңдар да, салмасаңдар да, мен в общем по-любому жаңа не түсірем, видео түсірем келесіде. И тамақ, киім тағы да молынша алып, кәдімгідей суын бұйыртса енді алдағы уақытта үйіне соғам. Сол енді достар, естіп жатсыздар ғой, ең главный причина ол ішімдік, ұрысу, ешкіммен ұрыспаңдар үйдегілермен. Арақ ішпеңдер. Жап-жас бала түріне қарасаң 40-тағы мужик сияқты енді. Давайте енді алдағы уақытта. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серік
жүрегім тоңайғанда тауып берер әр себебін сырласуға маған тек сен керек дос заманында өзіміздің көрдік талай қанша рет жыртылса да кері жамай сағынамыз сол кезде